сабағымызды бастамас бұрын болжау ағаш әдісі бойынша сіздерге бірнеше суреттер ұсынылып отыр. Осы берілген суреттерден бірдей мағыналы суреттерді анықтап, кім жұмысты жылдам аяқтайды және неліктен өз ойларыңызды стикерге жазып, ағашқа ілеміз. Сіздердің ойларыңызды қорытындылай келе, күш әрекетінен дене орын ауыстырғанда атқаратын жұмысты механикалық жұмыс деп атаймыз. Механикалық жұмыс жасалу үшін мына шарттар орындалуы тиіс. Бірінші, денеге тұрақты күш түсіру керек. Екінші, сол тұрақты күштің әсерінен дене орын ауыстыруы керек. Жұмыс күштің белгілі бір жолда әсер етуін сипаттайтын физикалық шама. Жұмысты А әрпімен белгілейміз. Жұмысты табу үшін күш пен жолды көбейтеміз. Ондағы F деп отырғанымыз күш, S деп отырғанымыз жүрілген жол. Ендеше формуласы А тең болады F көбейтілген S. Жұмыстың өлшем бірлігі джоуль. Жұмыстың өлшем бірлігі ретінде 1 ньютон күштің әсерінен денені 1 метрге жылжытқанда жасалатын жұмыс алынған. 1 джоуль тең болады 1 ньютон көбейтілген 1 метр. Есерлік және үлестік өлшем бірліктері. 1 килоджоуль дегеніміз 1000 джоульға тең, немесе 10-ның 3 дәрежесінде джоуль. Бұл еселік өлшем бірлігі, ал үлестік өлшем бірліктері 1 миллиджоуль және 1 микроджоуль. 1 миллиджоуль дегеніміз 10-ның минус 3 дәрежесінде джоуль, 1 микрожоуль дегеніміз 10-ның минус 6 дәрежесіндегі джоульға тең болады. Келесі күш пен орын ауыстырудың бағытын анықтайық. Денеге әсер еткен күштің бағыты мен дененің орын ауыстыруының бағыттары бірдей болатын болса, онда олардың арасындағы бұрыш 0 градусқа тең. Косинус 0 градуста 1-ге тең болады. Ендеше жұмысымыз 10 болады. Яғни жұмыс 0-ден үлкен. Денеге әсер ететін күштің бағыты мен дененің орын ауыстыруының бағыттары қарама-қарсы болса, онда олардың арасындағы бұрыш 180 градусқа тең. Косинус 180 градуста минус 1-ге тең. Бұл жағдайда жұмыс теріс болады. Егер әсер ететін күштің бағыты дененің орын ауыстыру бағытына перпендикуляр болатын болса, онда олардың арасындағы бұрыш 90 градусқа тең. Косинус 90 градуста 0-ға тең. Олай болса, А жұмысымыз 0-ға тең болады. Механикалық жұмысқа байланысты есеп шығарып үйренейік. Мысал үшін, көлемі 0,5 метр куб гранит тасын 20 метр биіктікке бір қалыпты көтергенде істелетін жұмысты есептеңіздер дейді. Граниттің тығыздығы 2500 килограмм бөлінген метр куб. Есептің шарты бойынша берілгенін жазып аламыз. Берілгені В тең болады 0,5 метр куб. Граниттің тығыздығы 2500 килограмм бөлінген метр куб. Және оны 20 метр биіктікке көтергенде H тең болады 20 метр дейміз. Енді бұл, егер біз жұмыс горизонталь беттің бойында жасалынып жатса, біз жұмыс жүрілген жолымызды S арқылы белгілегенбіз. Ал енді вертикаль жоғары қарай және вертикаль төмен қарай дегенде S-тің орнын біз H пен алмастыруымызға болады. Бірліктердің халықаралық жүйесіне келтірудің қажеті жоқ деп ойлаймыз, себебі барлығы да бір жүйеде берілген. Енді есепті шығарудың теориялық талдауын жасайық. Тасты тік жоғары қарай көтерген кезде бізге ауырлық күші әсер етеді. Сонда А тең болады F көбейтілген H деген формулада F-тің орнына ауырлық күшінің формуласын
м көбейтілген g-ді жазамыз. Сонда а тең болады м көбейтілген g көбейтілген h болады. Енді дененің массасы бізге белгісіз болғандықтан, біз массаны заттың тығыздығы мен көлемі арқылы массаны тауып аламыз. Масса тең болады тығыздық көбейтілген көлем. Ендеше формуланың орнына қойғанда а тең болады ρ көбейтілген в көбейтілген g көбейтілген h болады. Енді сан мәндерін орындарына қойып көбейткенде, қорытынды көбейтінді 245.000 джоульға немесе 245 килоджоульға тең болады. Сонда көлемі 0,5 метр куб гранит тасын 20 метр биіктікке көтергенде 245 килоджоуль жұмыс жасалады деген сөз. Енді жаңағы есептің шығарылу үлгісіне қарап, мына екі есепті өзіміз орындаймыз. Бірінші есеп: машинаның 72 км/сағат жылдамдықпен бір қалыпты қозғалып келеді. Егер оның моторының тарту күші 2000 ньютон болса, онда ол 10 секундта қанша жұмыс атқарады дейді. Бұл жерде 72 км/сағат жылдамдық дегенді метр секундқа ауыстыруды ұмытпаймыз. Бірліктердің халықаралық жүйесіне келтіреміз. Екінші есептерің: тереңдігі 5 метр су түбінде жатқан көлемі 0,6 метр куб тасты су бетіне көтеру үшін қанша жұмыс атқарылады? Тастың тығыздығы 2500 килограмм бөлінген метр куб. Тапсырма формулалар сыр шертеді әдісі бойынша сіздерге мынандай кесте берілген. Кестенің сол жағында физикалық шамалардың атаулары тұр. Жұмыс, жүрілген жол, ауырлық күші, масса және жылдамдық. Енді осы физикалық шамалардың қандай әріптермен белгіленеді? Белгіленуін, формуласын және өлшем бірлігін толтыру керек. Тапсырманы орындап болсаңыздар, қате дұрыс екендігін тексерейік. Бірінші: физикалық шама жұмыс. Жұмыстың белгіленуі А, формуласы А тең болады F көбейтілген S, өлшем бірлігі джоуль. Жүрілген жол. Белгіленуі S, формуласы S тең болады V көбейтілген T, өлшем бірлігі метр. Ауырлық күші. Белгіленуі F, формуласы F тең болады M көбейтілген G, өлшем бірлігі ньютон. Масса. Белгіленуі M, формуласы M тең болады ρ көбейтілген V, өлшем бірлігі килограмм. Жылдамдық. Белгіленуі V тең болады S бөлінген T, өлшем бірлігі метр бөлінген секунд. Бүгінгі сабағымыздың қорытындылау мақсатында Learning Apps платформасына тест тапсырмалары орындаймыз. Платформаны ашып, тест тапсырмасын бірге орындайық. Бірінші тапсырма: жұмыс дегеніміз қандай шама? Дұрыс жауабы: физикалық шама. Келесі: қай уақытта жұмыс оң болады? Күш пен орын ауыстыру бағыты бірдей болғанда. Келесі: заттың тығыздығы мен көлемі арқылы жұмысты қалай тауып алуға болады? Дұрыс жауабы: А тең болады ρ көбейтілген В көбейтілген G көбейтілген S. Келесі тапсырма: дененің массасы арқылы жұмысты қалай табамыз? Дұрыс жауабы: А тең болады М көбейтілген G көбейтілген S. Жұмыстың формуласы: А тең болады F көбейтілген S.
Массасы 200 килограмм жүкті 5 метр биіктіктен төмен itергенде қандай жұмыс атқарады? Дұрыс жауабы 1 килоджоуль. Механикалық жұмыс жасау үшін қандай шарт орындалуы керек? Денелерге тұрақты күш түсіру, тұрақты күш әрекетінен дененің орын ауыстыруы болу керек. Келесі, дене 20 ньютон күштің әсерінен түзу сызықтың бойымен 40 метр жол жүрді. Істелген жұмыстың шамасын табыңыздар. Дұрыс жауабы 800 джоуль. Косинус 90 градус болғанда жұмыс 0-ге тең болады. Жұмыстың өлшем бірлігі джоуль.